Сәлематсыңдар ма, балалар? Қазір бізде әліппе оқу сабағы. Балалар, сабаққа дайынбыз бе? Олай болса, сабағымызды бастайық. Сабағымызды әдеттегідей өткен сабаққа кері байланыс жүргізіп бастайық. Кәне балалар, өткен сабақта біз қандай дыбыспен таныстық? Жарайсыңдар балалар. О дыбысымен таныстық. О дыбысы қандай дыбыс? Жарайсыңдар. Жуан, дауысты дыбыс. Өте жақсы. Ал енді балалар, о дыбысынан басталатын қандай сөздер білеміз? Кәне айтып көрейікші. Орындық, орамал, от, орал. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Тамаша. Балалар, ал енді барлығымыз мына берілген сөздерді дауыстап тұрып оқып көрейікші. Кәне? Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша барлықтарыңда дұрыс оқыдыңдар деген ойдамын. Тамаша. Балалар, ал енді жақсылап тұрып мына бір суретке назар аударып қараңдар. Кәне, бұл суретте бірнеше жануарлар бейнеленген. Кәне, енді осы жануарларды атай қояйық. Бірінші қай жануар бейнеленген? Өте жақсы. Түлкі. Онан кейін түйе. Келесі жануар ат. Ал енді төменгі суреттерге назар аудар. Қандай жануар? Тасбақа. Жарайсыңдар. Онан кейін тиін. Ал мына суретте торай бейнеленген. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, жақсылап тұрып, назар аударып тыңдаңдаршы. Түйе, тасбақа, түлкі. Қандай дыбыс естіп тұрмыз? Түлкі. Өте жақсы. Т дыбысы. Т дыбысы. Кәне қайталап көрейікші. Т. Т дыбысы. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Т дыбысы мен әрпі. Сабағымыздың мақсаты, балалар, Т дыбысын жазып үйренеміз. Басқа әріптерден ажыратып үйренеміз. Т дыбысына байланысты сөздер құрып, жазып үйренеміз. Және де оқимыз. Ал енді мына бір суретке жақсылап назар аударып, есте сақтап қалыңдар. Т дыбысының баспа түрі және жазба түрі бейнеленген. Балалар, міне мына суретте Т дыбысының жазба түрі. Т дыбысы. Кәне барлығымыз қайталап айтып көрейік. Т. Т. Т дыбысы, балалар, дауыссыз дыбыс. Т дыбысы сөздің басында, ортасында келе береді. Қане мысалы? Мысал келтірейікші Т дыбысынан. Қандай сөздер бар? Тарақ, дұрыс айтасыңдар. Тауық. Сосын тағы да өте жақсы. Ту. Тамаша. Трактор. Өте жақсы. Ал енді трактор. Буынға бөліп көрейікші. Трактор. Неше буын бар? Жарайсыңдар. 2 буын бар. Тарақ дегенді буынға бөліп көрейік. Тарақ. Өте жақсы. Неше буын бар? 2 буын бар. Ал енді ту. Буынға бөліп көрейікші. Ту. Өте жақсы. 1 буын бар екен. Тамаша. Балалар, алдымен барлығымыз бірге оқып, тілімізді
жаттықтырып алайық. Қане берілген сөздерді жақсылап дауыстап тұрып оқып көрейік. Жарайсыңдар балалар. Барлықтарыңда дұрыс оқыдыңдар деген ойдамын. Ал енді балалар, дәптермен жұмыс жасайық. Дәптерімізді ашып, әдемі, көркем етіп, берілген Т дыбысын жазып көрелік. Өте жақсы. Менің ойымша барлықтарыңда әдемі, көркем жаздыңдар деген ойдамын. Ал енді балалар, мына бір суреттерге жақсылап назар аударып қарайық. Қане, суреттерде атап көрейік. Қане, қандай суреттер? Бірінші суретте не белгіленген? Өте жақсы. Тауық екен. Ал енді тауық деген сөзді буынға бөліп көрейікші. Тауық. Неше буын бар? Жарайсың. Тауық дегенде 2 буын бар. Тауық дегенде Т дыбысы сөздің басында келіп тұр. Келесі түлкі. Өте жақсы. Түлкі дегенге буынға бөліп көрейік. Түлкі. Неше буын бар? Жарайсыңдар балалар. 2 буын бар. Түлкі деген сөзде Т дыбысы сөздің басында келіп тұр. Өте жақсы. Ал енді келесі суретті жақсылап қараңдаршы. Бұл картоп. Өте жақсы. Картоп. Неше буын бар екен? Картоп. Өте жақсы. 2 буын бар екен. Ал енді картоп дегенде Т дыбысы сөздің ортасында келіп тұр балалар. Келесі суретте телефон. Телефон дегенді буынға бөліп көрелік. Телефон. Неше буын бар екен? Жарайсыңдар балалар. 3 буын бар екен. Телефон деген сөзде Т деген дыбыс сөздің басында келіп тұр екен. Өте жақсы. Балалар, сонымен бүгін біз қандай дыбыспен таныстық? Өте жақсы. Т дыбысымен таныстық. Т дыбысы деген қандай дыбыс екен? Дауыссыз дыбыс екен. Өте жақсы. Тамаша. Олай болса балалар, бүгін сабағымызды бекітейік. Қазір мен сендерге сұрақ қоямын, ал сендер сол сұраққа жауап беруге тырысыңдар. Бірінші сұрақ. Тал сөзі қай дыбыстан басталып тұр? Тал. Қай дыбыстан басталып тұр? Ойланайық. Келесі сұрақ. Т дыбысы қандай дыбыс? Келесі сұрақ. Т дыбысын қандай текшемен белгілейміз? Ойланыңдаршы. Қандай текшемен белгілейміз Т дыбысын? Келесі сұрақ. Т дыбысынан басталатын қандай сөздер білесіңдер? Қане, қандай сөздер білесіңдер? Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша, мен қойған сұрақтардың барлығына сендер дұрыс жауап бердіңдер деген ойдамын. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңдар? Қане, рефлексия жасайық. Көңіл күйіміз қандай болды? Мына смайліктер бойынша, қане, көңіл күйімізді, бүгінгі сабақтан алған әсерімізді белгілеп қояйық. Өте жақсы. Менің ойымша, барлықтарыңда жақсы көңіл күйде болдыңдар деген ойдамын. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше дейін сау, саламатта болыңдар балалар.